Ассаламу алейкум қыздар. Бүгін сіздермен жаңа посылкамды бөліспекпін. Алдымен каналға тіркеліп лайк басып қояйық. Және видеоның ортасында өткен жолға видеоның астына жазылған комментарийлер бойынша ұтыстарды саламын. Бірақ комментарий өте аз екен. Енді мен ойланып отырмын. Тек қана курсқа жолдама берсем бе деп. Мен мұндай результат күтпедім. Давайте активно болайық. Осы видеоның астында да комментарий қалдырайық, тіркелейік. Келесі распаковкада сіздерге тағы да курсқа жолдама ойнататын боламын. Бұнда менде сатуға заттар и өзіме алған заттар бар. Бірінші шығарып алайық, барлығын күштетіп. Сосын мен мұнда микрофон бердім. Микрофонды қазір қыстырып аламын. И потом сонымен түсіретін боламын. Бірінші осы посылкамды ашқым келіп тұр. Бұл посылкада мен микрофон бердім. Сіздермен бірге осыны әдемі шығу үшін. Давайте ашайық қазір. Менде қазір балам ұйықтап жатыр. Сол үшін жай сөйлеп жатырмын. Бұл дейтін микрофон емес. Ол ютубның несі деп ойлайсыңдар? Қараңдар. Это люкста. Міне, бірақ уже минус. Күштеп сал жер, давайте не тұрайын. Уже минус. Pinduoduo сайтынан тек қана қарапайым заттар емес. Сонымен қатар бренд качествода, люкс качествода заттар табуға сіздерге чуть жақындатып жіберейін. Бұл жерде біз документімен міне көріп тұрсыздар ғой. Сіздерге қайсы көрініп тұр ма? Мына коробкасы тоже күшті. Красота. Күшті. Давайте ашайық. Күшті қыздар. Күшті мен көрініп қалатырмын. Керемет, качествосы. Мынау браслет. Мен бұны өзіме алғам. Күшті тұрады екен әдейі. Қолым сыртына салған былай кетті. Күшті. Ұнады. Мен бұған онда оламын. Күшті. Качествосы жақсы екен. Мен бұны қазір бағасын айтам. Көрсетейін. Қараңыздар, ешқандай Қытай жазуы жоқ. Наоборот, Made in Italy деп тұр. Олар брендті де, люксті де басқасында шығарады. Но качествосы супер. Келесі сізде микрофон. Точно. Сіздермен бірге даусым күштетіп шығу үшін осындай профессиональный микрофонға заказ бердім. Жақсы түрін бердім. Где-то сайтта бағасы 3000, 2900 бір нәрсе.
мына айфонға қазір мен жасап көремін. Сосын сіздер маған даусым қалай шыққанын айтасыздар. Міне, қазір мен қыстырып алайын. Мінекей. Жасыл жанды, қызыл жанды қосылды. Қазір салып көремін. Мен бұны қалай қолдануды дұрыс білмей тұрмын. Кейін бөлісетін боламын. Қыздар, сіздермен видеода 3 ақшалай сыйлық бір курсыма доступ беремін деп ойлағам. 10 000 теңгелік курсыма. Бірақ та комментарийларды қазір қарап отырмын. Ешқандай номерін қалдырған ешкім жоқ екен. Сондықтан мен 3 адамға ғана курсқа доступ бергім келіп тұр. Ақшалай сыйлықты ойнатпаймын. Себебі мен ойладым, номер жасы бірден банағы салып жіберемін Каспийдан деп. Мына қараңыздар, осы видеоның астындағы мен мынаның ссылкасын алдым. Мына жерде YouTube gift дейтін тегін приложение бар. Именно YouTubeға арналған. Сол приложение бойынша қазір анықтайтын боламыз. Мына жерге ссылкасын қоямын. Міне именно осы видео міне тұрған. Мына жерде өзі комментарий қалдырған и подписканы жасаған адамдарды автоматически шығарып береді. 3 адамға өзім 10 000 теңгелік курсыма жолдама беремін. Осы видеоға да комментарий жазып тіркеліп кетсеңіздер, келесі видеода тағы да 3 адамға жолдама беретін боламын. Так, барабанный дроп. Бастан бастайық. Солиха дейді. Подписка жасамаған. Қайтадан басқасын қарайық. Айым сенің тіркелдім, курс бұйырсын дейді, бірақ мына жерде подписка тағы да жоқ. Қыздар, мен жаңадан бері мына программамен, YouTube giftпен менің алдыңғы видео бойынша анықтағым келген, но барлығы подписка жасамаған, но комментарий қалдырған. Именно единственный бір қыз шықты, Айгер Амангелді ма, сондай мені подпискасы бар и курсқа жолдама беріңізші деп жазған екен. Мына жерде енді мен қалған 2 адамды анықтай алмай отырмын. Сол тіркелдім дейтін, но подписка жоқ. Мына автоматически басқа адам шықпайтын сияқты, мен осы ханымға бергім келіп тұр. Міне подпискасы бар. Айгера ханым, құтты болсын. Келесі бізде этажерка болу керек. Давайте ашайық. Балам болғасын, жай сөйлеп тұрмын. Ұйықтап жатыр еді. Күшті. Міне қараңыздар, қалай күшті етіп мұндай специальный сымбар шықты. Давайте ашайық. Вау! Күшті. Менің айнам күшті етіп тұр. Цветі. Міне жерде төбесіне қоюға да. Бағасы 1500, но доставкасіне 2600 төледім. Бұның Қазақстанда бағасы 16 000, қателеспесем. Весқа көп төледім дегенде де мен ұтылмаймын ешқандай. Күшті. Давайте жағынан көрсетейін. Енді бұған мен витаминдерімді қойып көрейін. Балапандардың витаминдері. Осылай енді әдемі тұратын болады. Можете косметиканы бәрін қоюға болады. Келесі бізде айна. Оның сайттағы бағасы 850 теңге. Қытайлықтар товарды сынып қалмас үшін мені күштеп орап жібереді. Сондықтан
уайымдамасаңыздар болады, но продавецке алдын ала ескертіп айту керек болады. Мен бұл айнаны өзім алғам, міне жерде тұр. Мен бұны сатуға алғам. Ашып жіберейік. Не осындай әдемі айна. Качествосы дәл менікіндей әдемі. Но арты мұнда басқаша екен. Менде арты ағаш болған. Бұны мен 900 или 1200-ге алдым. Есімде жоқ. Мұнда арты сәл басқаша. Бұл басқа магазиннен беріліп еді. Осындай. Келесі қандай посылка екенін есіме түспей жатыр. Давайте көрейікші. Түсінбедім. Маған басқа біреудің посылкасын салып жіберген екен. Но кімдікі екенін білмедім. Осындай сумка. Осындайсы бар екен. Бірақ бұл менікі емес. Келесі бізде өте ауыр. Бұл не деп ойлайсыздар? Бұл менің қызыма берген кітап. Бәрін бірге салдым екен, бөлек бекен. Мен бірнеше кітап берген. Қазір көрейік. Бір кітапты мен 1410 теңгеге бердім. Біреуін 2140 теңгеге бердім. Қазір қарайық. Вау, қараңыздар. Мен развивашка, кітап, ойыншық деген жақсы көремін. Особенно қызыма. Ух ты! Қандай әдемі. Короче, пазл. Көріпсіздер, 0-ден 3 жасқа дейінгі балдарға. Яғни мына оңай күшті құрастырылады. Қазір ашамыз. Мен мынаны 3-еуін бердім. Почему-то ма 2. Бәсе 3-шісі міне. 3-еуін бердім. Осы 3-еуі 2145 бол. Сана прям ауыр қыздырма. 1 килодан асатын болды. Осыған мен біршама ақша төлем бесіне. Бұл не екен? Бұл дейтін. Шеп күшті нәрсе. Короче, қазір қараңдар. Мынау не ғой? Мына бала ручканы былай істейді. Жазуға ыңғайлы да былай. Қолына. Ұстай алмайтын, ручка ұстай алмайтындарға. Мына кетіретіні. Қазір күшті көрсетем. Күшті. Қытайдан кітап алдым. Себебі қытайша жазу жоқтарын алдым. Мен ешқандай қытайша жазу жоқ. Екеуі де міне 2 жағында да бар. Міне. Мысалы, бір деп салатын болса. Сосын, мынаны өше саламыз. О, күшті. Қызым қанатын болған. Осындайсы екен. Бірнеше ручкалар бар екен. Фломастерлері. Бәрі көк екен. Бұның басында асты тоже кетіреді. Түспей қалатын болса деп берген қошамасы. Мына жерде көрсетеміз, деп қолға ашып. Қанша штук, чё почем. Вау. Міне. Мынау развивашкасына жақсы. Мынадай түрі. Мынау. Істері көрінеді. Мынадай. Әртүрлі. Сәтке барған бар. Әлбетке бармайды сондықтан. Качествосы күшті. Мынау плюс 300. Но мен қызым қазір 2,5 жаста. Осында да. Давайте мынаны ашып көрейік. Ашайық енді. Так. Еще был магнит. Күшті. Міне сіздер көрсетейін жөнді. Мынау сурет түсі онша емес болып тұр. Ашық түс, бұл құрастырады осылай. Қай жерге бала күшті осылай. Так,
соның мынадай түрі, мынадай түрі. Келесі посылка тоже айна бізде, но айналардан басқаша. Сынбас үшін осы бұрап жібер деп айтамыз міндетті түрде. Жүзік көрініп қалмасын. Мынада тоже әдісінде. Екеуі бір магазиннен. Сіздерге былай көрсетейін де. Осылай әдемі. И бұны былай қоямыз. Келесі мен комментарий арасында курсқа жолдама ойнататын боламын. Сондықтан өз мүмкіндіктеріңізді жіберіп алмаңыздар. Мінекей, бұл бір этажды, ана екі этажды болған. Шамал антистресс. Қызыма болсын. Жақсы өрет. Ой. Қасына болмай. Бұны мен жауын екен. Сіздерге басын қалдырдым асына. Ой. Некен. Осындай біздің распаковкамыз аяқталды. Қыздар, ұнаса лайк басып каналға тіркелеміз. Келесі видеода жолыққанша.